Армысыздар, құрметті ағайын. Мен Қайыржан Зандар Марғұланұлы, Әлия Молдағұлова атындағы Олимпиадалық резервтегі мектеп-интернат колледжінің 10-шы Ә сынып дзюдо бөлімінің оқушысымын. Бүгін 9 сәуір Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі мерекесі болып табылады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен Қазақстан Республикасында тұратын әрбір азаматқа қазақ тіліне арнау атты челленджге шақырамын. Ал енді өзімнің сөз кезегімді Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңімен аяқтасам ба деп едім. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ келді аға, отан мен.